Өткен ғасырдың 70 және 90 жылдарында шыққан көліктерді салыстырсақ, бір үлкен айырмашылықты байқауға болады. Бірі тік қорапша тәріздес болса, екіншісі имектелген пішінге ие. Бұл өзгерістің нақты қай жылы болғанын да табуға болады. Мәселен, Buick LeSabre көлігінің мына жарнамасын қараңыз. Алғашқысы 1991 жылғы модель, ал мынау 1992 жылғысы. Айырмашылықты байқадыңыз ба? 91 жылғы модельдің тік бұрыштары көп, 92 жылғысы доғаланған. Сонымен, бұл өзгеріс не үшін қажет болды? Бұндай дизайн 90 жылы ғана ойлап табылған жоқ, мұндай ескінің сарыны да бар. Мәселен, 1930 жылдары жасалған Chrysler автомобильдері қарсы соққан ауа ағымынан төтеп беру үшін доғалық дизайнды қолданған. Бірақ 50-60 жылдарға қарай бұндай көліктерге деген сұраныс азайды. Себебі ол кездегі мұнай мен газдың бағасы арзан болатын. Сондықтан жанармайды эффективті қолдану деген ұғым басты назарға қойылмаған. Сөйтіп 70 жылдарға қарай Америкадағы кез келген көлік тік қырлы болып келді. Негізінен бұл дизайнды үлкен үш қорап тәрізді деп есептеуге болады. Капот, кабина және жүк салғыш бөліктері. Бұл дизайн әсіресе ақш-та танымал еді. Бірақ Европада мұнай әрдайым қымбатырақ болатын. Мысалы, 60 жылдары Франциядағы 1 галлон мұнайдың бағасы шамамен 304 теңге болса, Америкада бұл небәрі 130 теңгені құраған. Осы мұқтаждықтан европалық дизайнерлер аэродинамикалық шанақтардың сызбаларын жасады. Porsche, BMW, Audi, Mercedes сынды компаниялардың барлығы осы доғалы дизайнды жөн көрді. Бір нарықта болғаннан соң, американдық көліктер де осы пішіндерді жиі қолдана бастады. Сол жылдардағы ең ұтымды дизайн үшін күресте көбінесе еуропалық дизайнерлер мықтырақ еді. Мысалы, Uwe Boll сол жылдардағы доғалық дизайнның эталонын жасап шығарды. 1982 жылғы Ford Sierra автокөлігі қолданған бұл дизайн қарапайым сатып алушылар үшін қолжетімді болды. Кез келген бірегей ұлы дүние тәріздес бұл көлікте алғашында сыншылардың қабағына тап болды. Барлығы көліктің сыртқы пішініне күле қарап, нарыққа бірден жарқ етіп шыға алмады. Алайда Фордтың европалық өзге дизайнері Джек Тернак оны қолдады. Бұл уақытта Америкадағы мұнайдың бағасы таяу шығыстағы конфликт әсерінен өсе бастаған. Сондықтан Джектің командасы әртүрлі инновацияларға бел буды. Сөйтіп, керемет өнер табыстары дайын болды. 1986 жылғы Ford Taurus бұрын соңды болмаған дизайнмен ерекшеленді. Әрине, қазір осындай дизайн ерекше болып көрінбеуі мүмкін, бірақ сол кездер үшін көліктің стилі революциялық деп танылды. Барша сатып алушыларға ұнайтын доға тәріздес көлік осы уақытта туылды. Тіпті RoboCop фильмінде осы Taurus болашақ көлігі ретінде түсірілді. Дәл осы автомобиль Ford компаниясын сол кездегі тоқыраудан құтқарды. Сөйтіп осындай дизайн басқа барлық көліктерге де қолданыла бастады. Себебі сол кездерден бастап жасыл экономика қолға алынып, көліктердің мұнайды қолдануына шектеу қойылды. Fordтың дизайнерлеріне сүйенсек, шанақты, яғни кузовты доғаландыру мотордың пайдалы әрекет коэффициентін арттырудан гөрі оңайырақ. Сонымен қатар, 80 жылдардағы компьютерлер графикасының дамуымен қатар, көліктер пішінін имектеу оңайлана түсті. Қазір сол әдістемені әлі күнге дейін қолданып келеміз. Тіпті біз тым қорапша тәрізді деп сипаттайтын қазіргі Scion XB секілді көліктер бұрынғымен салыстырғанда әлдеқайда имектелген пішінге ие. Және болашақ жанрларында түсірілген киноларға сүйенсек, бұндай дизайн әлі күнге дейін ескере қоймас.